Сәлем достар. Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда үй жағдайында кәуап әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ең алдымен біздің кәуапымызға ет керек. Бұнда құс еті, яғни үйректің етін алдым 1 килограммдай. Осылай 4 бұрышты қылып өздеріңізге қалаған жаңағы формаңызда кесіп аласыздар. Және маринаттағанға 3 қызанақ және 1 пиязымызды блендердан ұсақтап өткізіп аламыз. Одан кейін бізге 1 болгар бұрышы керек және тағы 2 пияз керек болады. Және кәуапқа арналған дәмдеуішімізді қосамыз. Және тұз міндетті түрде. Және мынадай ағаштан жасалған таяқшалар керек болады. Осыны біз суға салып қоямыз. Өйткені ыстық пешке жаңағы түскен кезде кішкене күйіп кетпес үшін. Енді біз ең алдымен қызанағымыз бен пиязымызды блендердан өткізіп аламыз. Мінекей достар, біз жаңағы 2 қызанағымыз бен 1 пиязымызды блендердан өткізіп дайындап қойдық. Енді біз 1 бұрыш пен 1 пиязымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Мінекей достар, біз бұрышымыз бен пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп турап алдық. Енді біз етімізге тұзын саламыз жеткілікті қылып. Мінекей достар, осылай жақсылап араластырып қойдық. Яғни кәуапты маринаттап қоямыз 1 сағатқа. Негізі маринаттаудың көптеген түрі бар. Мынау жаңағы менің осылай маринаттау тәсілім. Егер ұнаса, осылай жасап көрсеңіздер болады. Енді біз 1 сағат қалдырып қоямыз. Бетін сіздер жаңағы тарелкамен бастырып қойсаңыздар болады. Мен мынандай қақпақпен бастырдым. Және жауып 1 сағат күтеміз. Мінекей достар, 1 сағат өтті. Кәуапымыз маринатталды. Біз жаңағы пешіміздің формасына фольга төсеп қойдым. Енді біз шанышқымызға барлық етімізді орналастырып Мінекей достар, біз кәуабымызды орналастырып болдық. Яғни 1 килограмм үйрек етінен жаңағы 11 тал кәуап шықты. Енді біз жаңағы қалған тұздығымызды осы кәуабымыздың бетіне құямыз. Мінекей достар, енді алдын ала қызып тұрған 180 градус пешімізге кәуапымызды пісіреміз. 40 минутта піседі. Мінекей достар, біздің бүгінгі кәуапымыз дайын болды. 40 минутта пісті. Үйрек етінен жасалған, сондай дәмді шықты. Егер рецепт ұнап жатса,
Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.